Сәлем баршаңызға. Сіздермен бірге Биханова Жеңіскүл Зигзаг KZ арнасы қызықты видеоларды жіберіп алмас үшін арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздерге төрт құлақты ромбик құрағын құрауды үйрететін боламын. Ол міне. Ол үшін бізге қажет 30-да 30 көк түсімізден 2 шаршымыз, және де бізге қажет ақ түсімізден 30-да 30 ақ түсімізден 2 шаршы қажет. Енді біз бетеміз. Осы көк шаршымызды аламыз. Енді соған үстіне ақ шаршымызды осылай қойып, мен сіздерге алдында да көрсеттім, көрсете беремін. Өстіп аппақ шаршымызды үстіне қоямыз, теріс жағын қаратып. Сосын осылай сызып аламыз. 3 сызық түседі. 2 жандағы сызық тігетін сызық, ортаңғы қиятын сызық. Осылай түсіреміз, осылай түсіреміз. Сосын осылай түсіреміз. Енді осы 2 шаршымызды тігіп аламыз. Мына сызықтар қиылатын сызық. Мынау былай ғана тігетін, және былай ғана тігетін, ол тігілетін сызық. Міне тігуге дайындап алдық шаршымызды. Мына көк, мына ақ. Енді тігеміз. Міне көк пен ақ шаршымызды, 2 шаршымызды тігіп алдық. Енді осыларды қиямыз. Мына ортаңғы сызықпен қиып, былай қиып аламыз. Мынадан 8 шаршы, мынадан 8 шаршы, общий 16 шаршы шығу керек. Міне қиып атырмын. Міне шаршымыз. Осындай болды. Ақ пен көк осындай шашымыз шығады. Сосын осы бұрыштарын барлығын осылай қиып шығамыз. Міне бәрін қиып дайындап алдық. Общий 16 шаршы шықты. Размерлері 14-та 14. Міне құрағымыздың алғашқы қатары. Енді осыны тігеміз. Міне құрағымыздың алғашқы қатары дайын болды. Міне құрағымыздың екінші қатары. Осыны тігіп аламыз. Осылай болып шықты. Енді осы 2 қатарды қосып тастаймыз. Міне құрағымыз.
Мына құрағымыздың 3-ші қатары. Міне 3-ші қатары осындай болып шықты. Қатарымызға қосып тастаймыз. Міне 3-ші қатарын қосып қойдым. Міне 4-ші қатары. Енді осыларды қосып аламыз. Міне соңғы қатарын енді осыны қосып тастаймыз. Міне құрағымыздың арты осындай болып шықты. Ақ пен көк түсімізден. Енді алдын көрсетем. Міне құрағымыз 4 құрақты ромбы құрағы. Үйреніп алыңыздар. Игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.